Қазақстан құрамасы Фиджидің астанасы Сува қаласында ауыр атлетикадан жастар арасындағы әлем біріншілігінде сәтті өнер көрсетті. Қазақстан қоржынына алғашқы алтын жүлдені 81 келіге дейінгі салмақта Карина Құсғанбаева салды. Ол қос сайыс қорытындысы бойынша 224 келі нәтижесімен бірінші болды. Сонымен қатар қазақстандық қыз серпе және жұлқа көтеруде де кіші алтындарды иеленгенін айта кету керек. Бұл салмақта күміс кореялық Хэн Чу Джанда, үшінші орында ресейлік Екатерина Визгина. Тағы бір алтын медальді Қазақстан қоржынына 87 келіге дейінгі салмақты өнер көрсеткен Дарья Ахмерова салды. Қос сайыс қорытындысы бойынша ол 236 келіні көтерді. 20 жастағы Дарья үшін бұл алғашқы халықаралық жарыс. Сонымен қатар ол жұлқа және серпе көтеруде де кіші алтындарды иеленді. Жерлестеріміздің қоржынында тағы бір қола медаль бар. Оны 96 келіге дейінгі салмақта сынға түскен Артем Антропов салған болатын. Жерлесімізге аз ғана сәттілік жетіспеді. Әйтпесе алтынға да таласуға болар еді. Жалпы бұл 3 спортшыдан бөлек тағы 2 жеткіншек ұландарымыз Фиджиге барған болатын. 89 келі салмақта өз бағын сынаған Нұрғиса Әділетұлы 5-ші орынға табан тіреді. Қос сайыс қорытындысында ол 335 келіні еңсерді. Бұл жас атлет үшін алғашқы халықаралық жарыс болғанын айта кеткен жөн. 81 келілік Евгений Ламанов тіптен жүлделі орыннан қол созымдай жерде қалып қойды. Бұл жігіт қос бағдарламада 337 келіні көтергенмен 4-ші орында қалды. Несі бар, бұл да жаман нәтиже емес. Бақыт Ахметов баптап барған ұл қыздарымыз осылайша ел намысын тұрарлықтай қорғап қайтты. Енді спортшыларымыз қазан айында өтетін Азия чемпионатына дайындалады.